Неге өліп келеді? Дені сау деп қабылдап алған бала, қалай өзі бұрыннан ауру екен деп өзін жауып тұрған. Неге ол жауапсыз? 2 күн емес әзір әкеп берсін, ішкін ашпай. Екінші балдарыңды жібермеңдер, ешкім Қазақстанды қорғауға емес. Россиядан алдырсын, басқа жақтан алдырсын. Қазақстан бәрін қырып бітетін болды. Кімде? Не деген ақша бұл? Айда ақша дейді. Ақшадан қиналдым, ақша үшін өлдім депті. Бізге міне қаттарым бәрі тұр жіберілген. Ақша. Бәрі ақша. Армияда қандай ақша бұл? Ақша қамтамасыз етемесеңдер неге кетесіңдер? Өзінің ауруы бар екен бұрын дейді. Ауру болса неге алады қабылдамай? Қалай алдыңдар солай қайтарып бердіңдер? Білмеймін. Жауап беріңдер, әлі жауапсыз қалдырмайсың мен сендерді. Көрсетемін сендерге. Прокуратураға шығып болса, қаяққа болса да бәрі Тоқаевқа жолдансын дәл қазір. Тоқаев, президент мырза, мына мен баламды бүгін өлді деген хабар алып тұрмыз. 3 ай қалғанда армияға. Ақша деп ақшадан қиналып өлдім деп жазыпты. Неге ол жауап берсін? Тез президенттің қабылдауын сұраймын. Жауапсыз қалдырмасын. Меділ Бақытұлы бүгін сондай өзі ірімен асыл қалды дейді. Өзін ауруына асыл өлген кімнен көріңіздер? Емдеп жатыр екен ғой. Емдесу тума аурудан басқасын бәрі жазылады. Өздері бірдеңе қылған. Бірдеңеге свидетель болып қалды ма? Жылы жаппасын.